Математика сабағын бастаймыз. 66-шы сабақ. Көп бұрыштың түрлері, шаршының және тіктөртбұрыштың қасиеттері. Бүгінгі сабақта шаршының және тіктөртбұрыштың қасиеттері туралы білесің. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұрыш түрлерін анықта. Балалардың аяқтары арқылы доғал бұрыштарды көруге болады. Бірінші қыздың қолы доғал бұрыш, екінші қызда сүйір бұрыш, үшінші ұлдың қолында тік бұрыш және төртінші ұл баланың қолы тік бұрышты көрсетіп тұр. Екінші тапсырма. Барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрыштарды тап. Барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрыштар екінші және төртінші төртбұрыштар екен. Енді балалар, тік төртбұрыш және шаршы пішіндерінің қасиеттерімен танысайық. Тік төртбұрыш бұл барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрыш. Шаршы бұл барлық қабырғалары тең болатын тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың барлық бұрыштары тік. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. Шаршының барлық қабырғалары тең. Сырым тік төртбұрышты жиектеме дайындады. Інісі оның пішінін өзгертті. Жиектеменің қабырғаларының ұзындығы өзгеріссіз қалды. Сонда не өзгерді? Дұрыс. Бұрыштар өзгерді. Енді жиектеме тік төртбұрышты пішінді деп неге айтуға болмайды? Себебі бұрыштар сүйір және доғал бұрыштарға айналды. Балалар, сөйлемдерді аяқтап жазыңдар. Төртінші тапсырма. А тапсырмасы ені бірдей тік төртбұрыштарды ата. Ені бірдей тік төртбұрыштар бұлар А, В, С, Д және К, Л, М, Н тік төртбұрыштар екен. Ә тапсырмасы ұзындығы бірдей тік төртбұрыштарды ата. Ұзындығы бірдей тік төртбұрыштар К, Л, М, Н және С, В, Д, Е бұрыштары тік төртбұрыштары екен.